Бәріне сәлем. Бүгін біз өте дәмді пломбир тортын дайындаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны және оған сгущенка қою болғаны дұрыс. Менде 3 желание сгущенкасы және бөлме температурасындағы сары майды қосып дайындаймыз. Одан кейін бөлек ыдыста ситадан өткізілген ұнды, какаоны және қамыр қопсытқышты қосып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқалы массаны миксермен жақсылап араластырамыз. Кейін құрғақ ингредиенттерді қасықпен біртіндеп қою массамызға салып миксерлейміз. Түйіршіктер қалмауы үшін жақсылап араластыру қажет. Одан кейін пергамент қағазына диаметрі 24 см форманы сызып, қамырымызды тегістеп саламыз. Пломбир кремін дайындау үшін сүтке жұмыртқаның сарыуызын, шекерді, крахмалды қосып араластырамыз. Массаны газдың бетіне жай отқа қойып араластырып тұрамыз. Қоюланғанда оны аламыз. Одан кейін ыстық қалпында бөлме температурасындағы сары майды қосып, ол ерігенге дейін араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, оны суытып аламыз. Одан кейін 33% салқын сливкиді миксерлейміз және суытып алған кремді қасықпен біртіндеп салып отырып миксерлейміз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Одан кейін тортымызды жинаймыз. Тортымыз түзу шығу үшін кольцоға салып жинаған дұрыс. Менде диаметрі 24 см 6 коржық шықты. Креміміз қату үшін тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қойған дұрыс. Әсемдеуі әркімнің өз қалауы бойынша. Осымен тортымыз дайын. Ас болсын.